100 мыңға кітап алдым дегенде не кітап алдың, қанша кітап алдың, не тақырыптарда деп мені сұрап жатырсыздар. Сол үшін сіздермен бөліспекпін. Мен мына жерде барлығын тақырыптар бойынша бөліп қойдым. Мына жердегі ең үлкен, ең көп ақша кеткен бөлім стресске байланысты, адамның өз жолын табуына байланысты, жаңадан өмірді бастауға байланысты. Өйткені мен қазір жылдам оқу мен есте сақтаудан тренер болуды қойып, өзімнің кітап оқуыма, өзімнің дамуыма, өзіме көп уақыт бөлемін деп жатырмын. Сол үшін осы келесі тақырып психология, сұлулыққа байланысты, өмірдің мәні, адамдар арасындағы қарым-қатынас, одан кейін өмірлік сценарийлерге байланысты кітаптар, менің психологым айтқан кітаптар бар. Одан кейін как быть, а не казаться сильной женщиной деген сияқты. Енді Некрасовтың «Материнская любовь» деген кітабын алғандықтан осы кітаптарында алдым. Маған ұнайды деп ойлаймын. Кейбір сөздері менің жүрегіме қалай десем болады, триггер сияқты болып әсер етті. Яғни бір ал деп айтып тұрды да. Одан кейін жай ала салған 2 кітабым бар. «Быть книголюбом» и Пауло Коэльоның «Алхимик» деген кітабы. Неге екенін білмеймін, бұл кітап мені аса тартпады. Бірақ жылдам оқып үйренуді жалғастыру үшін, жылдам оқу техникасын дамыту үшін бір жағынан алдым. Одан кейін «Быть книголюбом» жай ғана қызық, жаңағы кітап құмар адамдарға байланысты комикстер. Бәрін кафеде отырғанда бір қарап, бәрін оқып шықтым. Бірақ арасында оқып, қызық үшін жаңағы стористе бөлісіп тұруға болады. Жай алған кітаптарым осындай бір бөлім. Келесі қазақша кітаптар. Бұларды да мен негізі жылдам оқу техникасын шынықтыру үшін алдым. Және қосымша қазақша кітап оқуды қойып кетпейін деп алдым. Сосын мына жақта миға байланысты, мидың тренировкасына, жаттығуына байланысты кітаптар. «Уход за мозгом», қалай миды күту керек. Одан кейін Рюта Кавашиманың негізі басқа кітабын бұрын қолданғам. Қазір қиынырақ деңгейі по японской системе развития мозга. Яғни кәдімгі есептерді шығарып отырып, өзіңіздің миыңызды дамытасыз. Күніне 5-ақ минут бөлесіз. Осындай өзіңіздің интеллектіңізді дамытуға. Сондай мықты кітап. Одан кейін «Прокачай мозг» деген осындай бір жинақты алдым. Бұл жинақтың ішінде 4 кітап. Яғни бұның барлығы миға байланысты кітаптар. Миды дамыту тақырыбы қызық. Одан кейін мына жақта бізде ыңғай ағылшын тіліндегі кітаптар, ағылшын тілін дамытуға арналған кітаптар, сөздік қорымды көбейтіп, шет тілін, ағылшын тілін біраз дамытқым келеді. Сол үшін алдым. Одан кейін мына жақтағы 3 кітап жалпы бір дағдыларға байланысты. Мысалы, қаржылық сауаттылық, басқа адамдарды бір нәрсеге көндіре алу, бір нәрсені түсіндіре алу, одан кейін сөйлесе алу деген сияқты осындай дағдыларға байланысты кітаптар. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7-ге бөлініп тұр. Енді әрқайсысы бойынша сөйлесейік. Мына жерде «Твой путь». Бұл кітаптың маған ұнаған жері аты ғой. Мен қазір өзімнің жолымды тапқым келіп жатыр. Мен қайда бара жатырмын, не істеп жүрмін. Бір ойландыратын кітап екен. Бұның авторының өзі Panasonic-тың несі екен, негізін қалаушы адам екен бір жағынан. Және әрбір сөзін асықпай ойланатындай екен. Бір бөлімін деймін, оқып көрдім. Қарапайым сөздермен жазылған, бірақ ойланып оқитындай екен. Келесі «Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни». Неге алдым? Өйткені менде қазір стресс көп болғандықтан, ол стрессті азайту үшін алдым. Негізі стрессті азайту үшін басқа нәрсе істеуге болады, ал мен кітап оқып жатырмын, өте қызық. Келесі Никсен. Никсен дегеніміз бұл мінеки голландское искусство ничего не делания. Ешқандай мақсатсыз, ештеңе істемей, жай өмір сүруге арналған кітап. Барлығының тақырыбы бірдей көріп тұрсаңыздар, Маған демалыс жетпей жатқанын түсінуге болады. Просто будь собой, забей на перфекционизм и преврати изъяние в достоинство деген кітап. Бұл да сол
мен өте қатты соңғы уақытта перфекционист болып кеттім содан арылу үшін. Мына кітаптың енді сырты кәдімгідей ұнады да маған. Побеждая стресс деген сияқты. Жалпы қазіргі уақытта бір бәрін жаңадан бастауға, уақыт жоқ дегенді қойып, өзіме уақыт табуға, сондай нәрсеге үйренгім деп жатыр. Сондықтан осындай кітаптарды алдым. Осознанность. Как включить осознанность? Осознанность в менде аса көп жоқ деп айта аламын. Думай медленно, решай быстро. Қалай шешім қабылдау керектігі жайлы кітап. Бұл да қазіргі өмірдің кезеңіне байланысты. Әрі қарай рестарт. Как прожить много жизней. Ирина Хакамада. Мен осы Ирина Хакамада маған ұнайды да кәдімгідей енді. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі, жеткен жетістіктері, жалпы психотипі бойынша да маған келетін сияқты. Және ол кісіден алатыным бар деп ойлаймын. Келесі, как не сойти с ума. Навести порядок в мыслях и чувствах. Шынымен, как не сойти с ума. Мен осы кітапты оқып бастап көрдім, негізгі идеясын түсіндім. Ең бастысы міне саморефлексия, яғни өзімізге өзіміз осознанность дейді ғой, бұл да соған ұқсас. Енді өзіміз не істеп жатырмыз, не үшін істеп жатырмыз, эмоцияларымызды бақылау деген сияқты да осындай күшті кеңестерді айтады екен. Жылдам оқуға да күшті, тез оқып жатырмын. Келесі прокрастинация. Прокрастинацион деген менің досым бар да, негізінде көп нәрсені кейінге қалдыра беру мүмкін. Бірақ маңызды нәрселерді қалдырмаймын да, бірақ маңызды емес, істеу керек нәрселерді қалдырып кетемін. Сол көрейік прокрастинация туралы не айтады екен деп сөйтіп алдым. Сонымен бұл бойынша неше кітап болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кітап. 10 кітап. Өз жолымды тауып, стресстен арылып, кету үшін арналған 10 кітап дейсің ғой. 10 кітап екен. Келесі. Психологияға байланысты. Миф о красоте. Стереотипы против женщин. Қысқасы мен бар ғой, негізі ер адамдар, әйел адамдар деп бөлген жақсы көрмеймін да, сол үшін бір менің жанымды тынышталдыратын күшті бір кітап деп ойлап сөйтіп алдым. Смысл существования человека. Сол философияны оқып, қолым келіп жүрді кішкене. Келесі Эрик Берн. Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди. Мен психологым кеңес берген. Жалпы агрессорлар, тирандар, жертвалар, спасательдер туралы кітап. Келесі сценарий жизнь людей. Школа Эрика Берна. Тура осы автор кәдімгідей соның мектебі болғандықтан осыны алдым. Бұл жерде де маған негізі адамдардың өмірінің сценарийі деген тақырып қызықта. Алдында Марина Мильенің кітабынан да соны оқығам. Келесі Анатолий Некрасов. Как быть, а не казаться. Сұрақ жауап түрінде осы Анатолий Некрасовтың өзі маған ұнайтындықтан материнская любовь деген кітабы маған өте қатты ұнаған. Басқа кітаптарынан да сондай бір өзіме инсайттар, жаңа нәрселер аламын деп алдым. Және аттарымды оқып отырсаңыздар, сильная женщина или яғни бір болады ғой, менде де кейде бар сияқты осындай бір тым сильная болып кететін сияқтымын кейбір кезде. Мына жерде де солай тақырыптар ұнады. Тақырыптар ұнады деп кітап таңдаған дейді. Келесі енді мына жақтағы 3 кітап. Айтпақшы санап алайық, неше кітап екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ана жақта 10 болды, 17 болды, я? 17. Келесі мұндағы гений общения, как им стать. Яғни бұл не үшін керек маған, мысалы өзі айтады ғой, тыңдай алу қабілеті, навык дейді ғой, навык, дағдыларды дамытуға арналған кітаптар. Оның ішіндегі сөйлесе алу дағдысын дамыту үшін алдым. Келесі убеждение и аргументация. Басқа адамдарға бір нәрсені түсіндіре алу, ол нәрсені кәдімгідей убеждать ету. Осы да бір не ғой, тағы да сол үшін алдым.
келесі финансовый ежедневник. Как привести деньги в порядок. Бұл да қаржылық сауаттылық, яғни дағды. Келесі жолы осы дағдыларға байланысты көбірек кітап алуға тырысатын сияқтымын. Өйткені бұл жолы 3 ғана алдым. Ал негізі мен көбінесе осы дағдыларға байланысты кітаптарды көп оқитын едім. Ал қазір мына жаққа қарай кетіп қалдым. Психология стресса, психология отношений. Осындай нәрсе. Және мына жерде дағдыларға байланысты 3 кітап. Жақсы, оған да көндім. Сонымен 20 болды. Әрі қарай. Мына жақтағы кітаптарды енді көзімді жұмып ала салдым десем болады. Бастысы сөздік қорды дамыту деген мақсатта. Джордж Оруэлл. 1984. Философия, утопия. Келесі лучшие любовные истории. 4-ші деңгей екен. Мыналар мүлдем жеңіл. 3-ші деңгей. Жеңіл болса да сөздерді оқып, кітаптарды оқып, онда үйрене беру керек. 1-ші деңгей тіпті оңай. Сонда да оқимын. Келесі маленький принц. Енді бұл да өзімнің бірнеше рет оқыған кітабым ғой. Сондықтан оны ағылшын тілінде оқысам, ол маған пайдасын тиеді деп алдым. Пайдасын тигізеді деп алдым. Тағы да бигинер. Бигинер болса да оқимыз. Әртүрлі деңгей. Бигинерден бастаймыз, сосын біртіндеп көтерілеміз. Интермедит, Ромео и Джульетта. Жай ғана осындай. Бұлар қымбат емес, арзан. Жай ғана оқу дағдысын дамыту үшін, осы ағылшын тілінен сөздік қорымды көбейту үшін алдым. Онымен қатар мына жақта 3000 английских слов деген кітапты алдым. Не үшін алдым? Өйткені бұның ішінде адванс деңгейіне арналған қиын сөздер бар. Ал оларды мен оқу жаттау арқылы, өзімнің сөздерді жаттау техникам бар ғой, соларды жаттау арқылы енді 1 айда ма, 2 айда ма меңгергім келіп тұр. Қызық үшін. Өзіме вызов тастап, Сонымен бізде 20 кітап болған. Енді 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 болды. Мына жақтағы екеуін жай ала салдым дедім. Маған ұнап қалды. Ішінде күшті нелер бар екен. Бұл бір не сияқты, сувенир сияқты. Мысалы, отличный фильм дейді, такой закрученный сюжет дейді. О, я понимаю, о чем ты, я читала книгу. Чего себе, уже книгу по фильму издали? Великолепно. Блин, бұл қапты емес, енді тағы бір күшті жерлер бар да. Обнаружить, что вы читаете одну и ту же книгу. Все равно, что встретить нового друга. Деген сияқты қызық нәрселер. Алхимикті таза жылдам оқу үшін пайдаланам. Бұйырса сөздер жеңіл өйткені. Одан кейін сонымен бізде мына жақта 29 болды. 31 болды. 31 кетті. Әрі қарай. Осы кітапты сол беті мен орысша оқи алмадым. Қазақша оқып, бір нәрсе түсінемін деп ойлаймын. Оралхан Бөкей Қарғызы. Қазақша оқуды ұмытып қалмау үшін және жылдам оқу үшін әрине өмірден мән іздеген жан. Виктор Франкл, авторы Виктор Франкл екендігі ұнады маған. Бұл кісінің қандай қиындықтардан өткен мықты психолог, психотерапевт дейін ұмытып қалдым. Сондай адам екенін білеміз. Және күміс кітапты не үшін алдым? Өйткені бұл кітаптың тілі өте жеңіл, қазақ тілінде жазылған, тілі жеңіл, жаңағы болады ғой. Жылдам оқуға лайық кітапта. Сол үшін мен жылдам оқу техникамды дамыту үшін алдым. Келесі. Сонымен жаңа 29 болды. 31, 32, 33, 34, 35. 35. Келесі 36. Интеллект. Упражнение задания 36. 37. Және мына жерде 4-еу 41 бола ма? Жоқ, мен бір жерден қателестім ғой деймін. Мен 50 деп санаған едім. Осылай, мыналар әрине миды дамыту үшін, миды шыңдау үшін алынған кітаптар. 1, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 мына жақта 17, мынамен қосқанда 20, 19, 39. Я мен 50 деп айтып қоям, 41 екен ғой. Мен 41 кітап болыпты. 100 мыңға 41 кітап алдым. Енді оқимын. Енді не оқимын деп уайымдамаймын. Не оқимын, не жаттаймын деп уайымдамаймын. Болды. Осындай нәрсе. Бәрін сториске салам деп ойлап едім, бірақ сториске бұның сыймайтынын білдім. Сол үшін ютубқа салып қояйын, қызық үшін.